Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен капустадан пирожки жасаймын. Оған керекті заттар: 1 капуста, 2 пияз керек. Капустаны аршып алдым, пиязды да аршып алдым. Енді пиязды ұсақтап тураймын. Пиязды осы видеодағыдай осылайынша ұсақтап турап аламын. Не турап алдық, пиязымыз дайын болды. Енді капустаны тураймын. Капустаны 2-ге бөлеміз, жартысы жарайды. Жартысы жеткілікті. Оны да осылайынша ұсақтап тураймыз. Турап алдым. Капустамыз да дайын болды. Енді қазанға азырақ май құямын. Қыздырып қойдым. Енді соған пиязды қуырып алам. Пиязымыз қуырылып жатыр. Оның үстіне тұз саламын. Азырақ бұрыш және паприка саламын. Сөйтіп бәрін араластырып, тағы да қуырамын азырақ уақыт. Не қуырып болды. Енді бұның үстіне капустаны салып қуырамыз. Капустамыз қуырылып жатыр. Оған дейін қамырымызды дайындаймыз. Ұнға 3 жұмыртқа қосамын. Жұмсақ болсын деп суға тұз салдым. Енді қамырымызды илейміз. Азырақ дрожь салдым, бірақ қамырды ашытпаймын. Оның үстіне, қамырымыздың үстіне сұйық май қосамын. Жұмсақ және жақсы иленеді. Қамырымыз дайын болды. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа болды. Біраз уақыт қойып қоямын. Жиырма минуттай қойып қойдым. Енді қамырды бөліктерге бөліп, кішкентай бөліктерге бөліп, оны жаямыз. Қамырды осылайынша жайып алдым. Қалың да емес, жұқа да емес, орташа жайып қойдым. Енді капустамыз салып, пирожки жасаймыз. Пирожкиміз дайын болды. Қызып тұрған майға оны пісіріп аламын. Пирожкиміз дайын болды. Енді сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Жегенге жақсы. Балалар сүйсініп жейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомыз ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.